Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге қартаюға қарсы маска түрін жасап көрсетемін. Бұл коллагенді масканы жасау үшін бізге бір орташа қияр керек. Қиярды майда үкіштен өткіземіз. Қиярдың құрамында құнды қоректік заттар бар, және қияр бет терісін жасартып, ылғалдандырады, ағартады. Үкіштен өткізілген қиярды дәке арқылы шырынын сығып аламыз. Қияр шырыны бетті жақсартатын кремнийге бай және табиғи ылғалдандырғыш. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Дайын болған шырынға бір шай қасық бал қосып, жақсылап араластырамыз. Бал бет терісін ылғалдандырады және тері жасушаларын жаңартады. Достар, видео рецепт ұнасын ұнамасын пікір жазып лайк басыңыздар және видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып, қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Масканың қасиетін арттыру үшін бір шай қасық жүзім майын қосып, жақсылап араластырамыз. Жүзім майы бет терісін ылғалдандырады, теріні жұмсартады, құрғақтық пен қабыршақтануды азайтады. Және қоспаның құрамына 2 шай қасық алоэ вера гелін қосып араластырамыз. Алоэ вера гелі теріні жақсы ылғалдандырады және терінің қалпына келуін тездетеді. Бұл масканы күнделікті қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып жарты сағатқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Және де көз айналасына да жағуға болады. Маска тері өңін ағартып, қара дақтарды азайтады, тері тесіктерін тарылтады, теріні жұмсартып, ұсақ әжімдердің алдын алады. Дайын болған сұйық масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Осы сұйық маска барлық тері түрлеріне жарамды. Достар, видео рецепт ұнасын ұнамасын лайк басып пікір жаза кетіңіздер. Сіздерден өтініш. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.